Асыл текті көкбөрі туралы. Ерте замандарда үйсіндер Тянь-Шань теріскейінде мекен еткен. Үйсіндердің мемлекеті шағын, халқы аз болған. Бір шапқыншылық кезінде Қытайлар үйсін биін оның жаңа босанған әйелін өлтіреді. Кішкене нәресте ұл қалады. Бұл уақыттарда жаңа туған әкесінің туысы Бөже батыр келіп, баланы шайқас жүріп жатқан қым-қуатта қалың шөптің арасына жасырып кетеді. Соғыс біткеннен кейін қайтып оралса, баланы көк бөрінің емізіп тұрғанын және бір құстың әуеде ұшып жүргенін көреді. Әлгі құс тура баланың бас жағын айналып қалықтап тұр екен. Тұмсығына ет тістеп алыпты. Мұны көрген Бөже баланың тегін адам емес екендігін біліп, оны ғұн көсеміне алып барады. Ғұн көсемі баланың атын Күнби деп қойып, бағып-қағып тәрбиелеп өсіреді. Жылдар өтіп, Күнби ер жетеді. Ол енді ғұн көсемінен әкесінің кегін алу үшін Қытаймен соғысуға рұқсат сұрайды. Сөйтіп Қытайды шауып, тас-талқан етеді. Үйсіндердің көсемі болған Күнби оларды маңайына топтастырып, Ыстықкөл жерін иеленіп, сонда өз мемлекетін негіздейді. Әскерін көбейтіп, оларды соғыс өнеріне баулып, қапысыз дайындықта ұстайды. Сол кезден бастап үйсіндер күшейіп, әулетті жұртқа айналады. Бәлкім сол замандардан бері қазақ шежірелерінде үйсіндер жайлы сөз болғанда, ұлы жүз үйсіндер деп айтылатыны сондықтан шығар. Ал көк бөрі оларды өзінің сүтімен асырап баққан жарылқаушысы саналады. Үйсіндер оны анаға балап қастерлейді. Бөрі мадақталатын жыр-дастандар нақ осы үйсіндерде өте көп. Мысалы, Сүйінбай Аронұлының мына өлеңі бұған дәлел. Бөрілі байрақ астында бөгеліп көрген жан емен, бөрідей жортып кеткенде бөлініп қалған жан емен. Бөрілі найза ұстаса, түйремей кеткен жан емен. Бөрілі байрақ құласа, күйремей кеткен жан емен. Жау тисе жапан далада, бөрілі найза атамыз, қара сайлап шабамыз, қызыл қанға батамыз. Бөрілі байрақ астында ту түсіріп жау алған Қазыбек Қастек атамыз. Бөрілі байрақ көтерсе, жоқты жонып табамыз. Бөрілі байрақ астында ту түсіріп жау алған Шапырашты батыр бабамыз. Бөрілі басы ұраным, бөрілі менің байрағым. Бөрілі байрақ көтерсе, қозып кетер қайдағым.